айналамыздағы құбылыстардың барлығы ойдағыдай болмай жатқан сияқты деген сезім бәрімізге белгілі. Сіз жеткілікті табысты емессіз, қарым-қатынастарыңыз қанағаттанарлық емес, сізде қалаған нәрселеріңіздің барлығы жоқ. Сізді сыртқа қызғанышпен қарап, іштей көңіліңіз көншімей жүруге жетелейтін созылмалы қанағаттанбау. Поп мәдениет, жарнама және әлеуметтік желілер жағдайды нашарлатады. Олар сізге армандаған жұмысыңыздан кем нәрсеге ұмтылу, сәтсіздікке әкелетінін еске салады. Сізге үнемі мол тәжірибе жинау керек, тартымды болу керек, сүйген жарыңызды табу керек екенін айтады, және басқалардың бәрінде мұның бәрі бар екенін, және басқалар шынайы бақытты деп жарнамалайды. Сонымен қатар, өзін-өзі дамытуға арналған өнімдердің үлкен таңдауы бар екендігі, өз-өзіңізді дамытуға жеткілікті жұмыс жасамайтыныңыз үшін өзіңіз кінәлі екеніңізді меңзейді. Соңғы 2-10 жылдықта зерттеушілер бұл импульстарға қалай қарсы тұруға болатынын зерттей бастады. Жағымсыз сезімдерді өзгертуге арналған когнитивті мінез-құлық терапиясы барысында өмірді өмір сүруге тұрарлық ететін нәрсені зерттейтін позитивті психология саласы пайда болды. Ғалымдарда неге кейбір адамдар басқаларға қарағанда бақытты және көңілі тоқ, және олардың істегендерін басқаларға қолданудың жолдары бар ма деген сұрақтар туындай бастады. Бұл бейнеде біз адамдардың қаншалықты бақытты екенін, жаңа достарды оңай табатынын, және қиындықтарды қалай жеңіл шешетінін көрсететін ең күшті қасиеттердің бірі туралы айтқымыз келеді. Қысқаша айтқанда, қанағаттанбауға қарсы ем алғыс айту. Десе де, алғыс айтудың мағынасы қазіргі адамдардың хэштег арқылы уағыздап жүрген өзін-өзі дамыту саласындағы жаңа тренд сияқты көрінгенмен, біз білетін алғыс айтудың түпкілікті мағынасы академиялық жазбалар мен зерттеулер жиынтығында негізделген. Біз оларды сипаттамаға қосамыз. Алғыс айту әртүрлі контекстте, әртүрлі адамдар үшін әртүрлі мағынаны білдіруі мүмкін. Бұл адам бойындағы қасиет, сезім, ізгілік және мінез-құлық. Сіз үшін бірдеңе жасаған адамға, ауа райы сияқты кездейсоқ оқиғаларға, тіпті табиғатқа немесе тағдырға алғыс айтасыз, және бұл біздің биологиямызда бар. Алғыс айту бізді бір-бірімізбен қалай байланыстырады? Алғыс айтудың бастауы өзара сыйластық болса керек. Бұл жаратылыстардың арасында өзара тиімділік үшін зат алмасуды ынталандыратын биологиялық сигнал ретінде дамыса керек, және оны жануарлар әлемінде белгілі бір балықтар, құстар немесе сүтқоректілер, әлбетте адамдар арасында байқауға болады. Сіздің миыңыз біреудің сізге жақсылық жасағанын түсінгенде, ол адамға дәл солай жақсылық жасауға ынталандыру үшін ризашылықпен реакция береді. Алғыс айту сізді басқаларға және басқалар сізге қамқорлық жасауға мәжбүр етеді. Алғыс айту өте маңызды. Себебі адам миының эмоцияларды анықтауы жақсаруымен өзімшіл, эгоист адамдар анықталып, адамдар олардан аулақ болады. Адамдардың өзара араласып, берік қарым-қатынас орнатуында алғыс айтудың маңызы аса зор. Жеңілдетеді. Сонымен қатар, алғыс айту қызғаныш пен әлеуметтік салыстыру, нарциссизм, цинизм және материализм сияқты жағымсыз сезімдер мен қасиеттерге тікелей қарсы тұрады. Нәтижесінде, әрқашан алғыс білдіріп жүретін адамдар ештеңеге қарамастан бақытты және көңілді болады. Олардың адамдармен қарым-қатынасы жақсы, олар үшін дос табу оңайырақ. Олар жақсы ұйықтайды, депрессиядан, тәуелділіктен және эмоционалды күйзелістен аз зардап шегеді және травматикалық оқиғаларды жақсы жеңеді.
Былайша айтқанда, алғыс айту сіздің қазіргі өмірде кездесетін психологиялық тұзақтардың біріне түсіп кетуіңіздің мүмкіндігін азайтады. Мысалы, алғыс айту жағымды оқиғаларды ұмытып, оларды елеусіз қалдыру үрдісіне айтарлықтай қарсы тұрады. Сіз бір істі бітіруге көп уақыт пен күш жұмсап, біткен істің нәтижесін маңызсыз әрі бос әурешілік секілді сезінуіңіз мүмкін. Сіз өз-өзіңізге көңіліңіз толып жүрудің орнына, жан рахатын келесі бір жетістікке жету жолынан іздеп, өзіңіздің бастапқы эмоционалды күйіңізге ораласыз. Сіз өзіңізді жалғыз қалғандай және көбірек достарыңыз болса екен деген күйде елестетіңіз. Расында, сіздің айналаңызда сізбен араласқысы келетін бір немесе бірнеше адам болуы мүмкін. Бірақ сіз оны қанағаттанарлық емес деп ойлап, өзіңізді жолы болмайтын адам ретінде сезінуіңіз мүмкін. Осылайша, сіз адамдардың сізбен араласқысы келетін әрекеттерінен бас тартып, одан әрі тұңғиыққа батуыңыз мүмкін. Оның орнына, сіз қарым-қатынастарыңызға ризашылық білдірсеңіз, адамдардың шақыруларын қабылдап, немесе тіпті араласуға деген бастаманы өз қолыңызға алуыңыз мүмкін. Неғұрлым адамдармен араласуға тәуекелшіл болсаңыз, соғұрлым қарым-қатынасыңызды нығайтуға және жаңа адамдармен танысуға мүмкіндік көбірек болады. Ең жақсы жағдайда алғыс айту кері байланыс циклін туғызуы мүмкін. Позитивті сезімдер қоғамға жақын болуға итермелейді және позитивті сезімдерді тудыратын позитивті қоғамдық тәжірибеге жетелейді. Мысалы, бұл химиотерапия сияқты үлкен сынақтардан кейін жиі кездесетін тәжірибе. Кризис аяқталғаннан кейін өмір керемет болып көрінуі мүмкін. Жай ғана күн сәулесінде отыру немесе досыңызбен әңгімелесу сияқты біз мән аудара бермейтін заттар шексіз қуаныш көздері болуы мүмкін. Кейде сіздің өміріңіз бұрынғыдай немесе бұрынғыдан да қиын болуы мүмкін. Бірақ сіздің миыңыз сіздің қазіргі өміріңізді бұдан да қиын болған кездермен салыстырады да қанағаттанған күйде болады. Сонымен, қысқаша айтқанда, алғыс айту сіздің назарыңызды сізде бар жақсы нәрселерге бағыттайды. Жағымды сезім мен позитивті тәжірибелер оның салдары болып табылады. Бұл сезімдер жайлы білу керемет болғанымен, оны көбірек сезінудің жолы бар ма? Миыңызды қалай алғыс айтуға бейім етуге болады? Адамның риза болу қабілеті біркелкі емес. Сізде ризашылық деп аталатын қасиет бар. Ол сіздің айналаңыздағы құбылыстарға қаншалықты қанағат ете алатыныңызды анықтайды. Бұл сіздің генетикаңызға, жеке басыңызға және мәдениетіңізге байланысты. Бұл жаңалық ғалымдарда сіздің ризашылық қасиетіңізді өзгертетін және бақытты болуға жетелейтін жаттығулар ойлап табуға бола ма деген сұрақтар тудырды. Аса мән беруді талап ететін маңызды нәрселерден бастайық. Алғыс айтуды қаншалықты үйренуге болатыны және оның әсері қанша уақытқа созылатыны әлі толық түсініксіз. Бақытты болу үшін сиқырлы таблеткалар жоқ. Өмір күрделі. Кейбір күндері сіз өзіңізді басқарып жүргендей сезінесіз, ал басқа күндері олай емес сияқты. Және бұл қалыпты жағдай. Сондай-ақ кейде бақытқа шамадан тыс ұмтылу сізді бақытсыз етуі мүмкін. Алғыс айтуды депрессиядан шығудың жолы немесе кәсіби көмек ретінде қарастырмау керек. Бұл пазлдың бір бөлігі ғана болуы мүмкін және оны пазлдың шешімі ретінде қарастыруға болмайды. Көптеген зерттеулер жүргізіліп анықталған алғыс айтудың жаттығуы алғыс күнделігін жазып жүру. Бұл аптасына 2-3 рет, бірнеше минут уақыт бөліп, өзіңіздің шүкір ететін 5-10 нәрсеңізді жазып жүру. Жаттығу алғашқыда оғаш көрінуі мүмкін, сондықтан қарапайым нәрселерден бастаған абзал. Азға қанағат ете аласыз ба? Мысалы, дәмді кофеге немесе біреу сізге мейірім ілтипатын білдірген жағдайда. Біреудің сіз үшін жасағанын бағалай аласыз ба? Сіз қандай заттарыңызды немесе қандай адамдарды жоғалтсаңыз сағынар едіңіз, және олардың сіздің өміріңізде бар екеніне шүкіршілік етесіз ба? Адамдар әртүрлі және сізді шын мәнінде сізден жақсы ешкім білмейді. Айналамыздағы құбылыстардың қарапайым болмауы әлдебір қорлық сияқты көрінгенмен, жоғарыда айтылған жаттығуды бірнеше апта бойы жасағаннан кейін зерттеуге қатысқан адамдар өздерін бақыттырақ және көңілдірек сезінетіндерін айтқан. Сонымен қатар, зерттеулер қорытындысы бойынша бірнеше айдан соң адамдардың ми белсенділігінде өзгеріс болғаны анықталған. Алғыс айтуды үйрену өз-өзіңізді қайта тәрбиелеудің нақты тәсілі болуы мүмкін.
Бұл зерттеу сіздің эмоцияларыңыздың тұрақты емес екенін көрсетеді. Қорыта айтқанда, сіз өмірді қалай қабылдасаңыз, өмір сіздің қабылдауыңыздың бейнесі болып келеді. Егер сіз өзіңізге және өміріңізге қатысты негізгі сенімдеріңізге шабуыл жасасаңыз, сіз өзіңіздің ойларыңыз бен сезімдеріңізді өзгерте аласыз. Бұл сіздің мінез-құлқыңызды автоматты түрде өзгертеді. Өзін-өзі талдау сияқты қарапайым нәрсе қанағаттанбаушылықпен күресу үшін біздің миымыздың жұмысын реттеп отыра алады. Оптимист болуға бұдан артық қандай себеп болуы мүмкін? Адам болу оңай емес, бірақ оны одан сайын қиындатпауымыз керек. Егер сіз мұқият ойланып қарайтын болсаңыз, сіздің өміріңіз сіз ойлағаннан әлдеқайда жақсы екенін түсінесіз. Егер сізді алғыс айту тақырыбы қызықтырса, және өзіңізді сынап көрейін деген ниетпен жаттығу жасап көргіңіз келсе, сізге ешқайдан ештеңе сатып алудың керегі жоқ. Бар болғаны ақ қағаз, қалам және аз ғана уақытыңыз болса жеткілікті. Бейнемізді соңына дейін көрген болсаңыз, лайк басып, өз ойыңызды комментарийде қалдырып, каналымызға тіркеліңіз. Біз алдағы уақытта осындай қызықты әрі пайдалы бейнелерімізді сіздермен бөлісіп отыратын боламыз.